Құрметті жолдастар, мен сіздерге екі жігіт туралы ғибратты бір әңгіме айтып берейін. Ертеректе екі жас жігіт алыс бір елге жұмыспен барыпты. Олар шаруалары біткен соң туған ауылдарына қайтқалы тұрғанда біреулерден сол маңайда ауылда тұратын көріпкел жұлдызшы туралы естиді. Ол жұлдызшы Алланың арқасында болашақта айта алады екен. Алланың жолында жүрген кісі болса керек. Екеуі көріпкелге барып болашақтарын біліп алғылары келеді. Жұлдызшы екі жігіттің біріне сен бай, патша боласың деп қуантады. Екіншісіне сен бір жылдың ішінде өлесің дейді. Сонда патша боласың деген жігіттің қуанышы қойнына сыймайды, өлесің деген жігіт керісінше қайғы қасіретке бөленеді. Туған қаласына келген соң патша боласың деген жігіт алаңсыз ойын күлкіге салынады. Ол кім көрінгеннен қарыз алып, оны арақ шарапқа жұмсап көңіл көтереді. Ертең байығасын қайтарамын деп қарызын да қайтармайды екен. Ал екінші жігіт бар дүниені тәрк етіп Құдай жолына түседі. Ол осылай жасап, тым болмаса о дүниедегі жағдайымды жақсартайын деп ойлайды. Арада бір жыл өтеді. Байисың деген жігіт сол бұрынғы кедей қалпында қалады. Өлесің деген жігіт те өлмейді. Содан бір күні олар кездесіп, мынау жұлдызшы өтірікші екен, айтқаны орындалмады ғой, барып осыны бетіне басайық дейді. Сөйтіп олар жолға шығады. Ұзақ жүріп жұлдызшы тұратын ауылға жақындай бергенде бай боласың деген жігіт аяғы әлденеге шалынып, етбетінен жығылады. Қатты ашуланған ол аяғынан оратылған нәрсені жұлып алып, лақтырып тастағысы келеді. Дегенмен тот басқан шынжыр қозғала қоймайды. Ол жерді қазып шынжырды тартып қалғанда қақпақ ашылып, астынан қуыс көрінеді. Қуыстан ол қобди тауып алады, сандықша. Оны ашқанда іші толған інжу, маржан мен алтын теңгелер екен. Соны көріп есінен тана қуанған ол жұлдызшы біліп айтқан екен деп мәз болады. Қобдидағы байлығын қарап тамашалаған жігітті сол маңдан өтіп бара жатқан біреу көреді. Ол ниеті қара жан екен. Қазынаға кенелген әлгіні көргенде қызғанышы қозып, ту сыртынан келіп екеуін қанжармен сұлатып салып, байлығын олжалауды ойлайды. Дегенмен қарақшыны дер кезінде байқап қалған екінші жігіт оған тап береді. Арпалысып жүргенде қарақшының қанжары оның кеудесін сызып өтеді. Бірақ жігіт одан қарулы болып шығып, қарақшы қанжарын тастай қашады. Екі жігіт бұдан кейін еш кездейсоқ жағдайға ұрынбай жұлдызшының үйіне келеді. Олар болған жайды баяндайды. Сонда жұлдызшы сен патша болуың керек еді, бірақ күнәлі істерге салынып, жақсы сауаптарыңның көбін жоғалтып алғандықтан бір қобди қазынамен шектелдің. Ал сен өлуің керек еді, бірақ жақсы сауапты істеріңмен күнәларыңды жойып, соның салдарынан қарақшының қанжары жүрегіңе қадалмай, содан аман қалдың дейді. Тек кеуде тұсыңды сызып қана өтіпті дейді. Тағдырды өзгерту үшін жақсы сауапты іс жасау қажет. Тағдырды өзгерту үшін осындай сауапты жасағандарға ғана Алла тағала өз назарын аударады дейді. Тағдырды өзгертудің жолына әрекет етсек, егер біз жаман әрекет жасасақ, жоғарыдағы әңгіменің кейіпкері сияқты сауабымыз азайып, несібеміз кемімек. Керісінше жақсы сауапты істер жасасақ, күнәміздің салдары кеміп, тауқыметіміз азаймақ. Яғни тағдырды өзгертудің жалғыз жолы жақсы сауапты әрекет істеу керек. Міне осы екі жігіт осындай жағдайға тап болады. Өлеті деген жігіт өлмей қалады, Алланың жолына түскен үшін. Ал бай патша боласың деген жігіт патша болмай, оның ниетінің арқасында азғантай ғана байлыққа кенеледі. Алла тағаланың ризалығынан шет қалмайық. Әрқашан ақ ниетпен, ақ жолмен жүрейік достар.